Апа, сіздің қызыңыз әлі тірі, бірақ жағдайы өте ауыр. Дәрігердің осы бір ауыз сөзі Ботакөз апаның кеудесіне қадалған пышақтай болды. Ақ халатты адамның ерні қимылдап тұр, бірдеңе айтып жатыр, бірақ апаның құлағына ештеңе кірмеді. Дәліздің ұзын шамдары бұлдырап, қабырға қисайып бара жатқандай көрінді. «Ал, ұлым ше», деді ол ерні тірілдеп. Дәрігер көзін төмен салды. Сол сәтте Ботакөз апа бәрін түсінді. 40 жыл бойы шәкірт тәрбиелеген, қанша баланың көзін ашқан, қанша ата-ананың алғысын алған филолог ұстаз дәл сол күні өз өміріндегі ең ауыр сабақты алды. Бұл сабақтың аты тағдыр еді. Ботакөз апа ауылдағы мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берді. Жас күнінен сөздің қадірін білді. Абайды жатқа оқытты, Мұхтарды сүйдірді. Мағжанның мұңын балалардың жүрегіне жеткізді. Сөз адамның жаны, балаларым. Сөзді қорламаңдар, дейтін ол әр сабағында. Шәкірттері оны жақсы көретін. Бірі қалаға кетіп дәрігер болды, бірі әкімдікте қызмет атқарды, бірі мұғалімдік жолын таңдады. Қайсысы кездесе қалса да, апай, сіздің сабағыңыз әлі есімізде деп иіліп сәлем беретін. Ботакөз апа үшін бұдан артық байлық жоқ еді. Күйеуі Әлихан 2 жыл бұрын дүниеден өткен. Екеуі ұзақ жыл тату тұрды. Әлихан көп сөйлемейтін, бірақ жүрегі жұмсақ адам болатын. Ботакөз кешке дәптер тексеріп отырғанда, ол үнсіз ғана шайын құйып беретін. «Сен балалардың анасындайсың ғой, шашама», дейін күлімдеп. Сол сөздер енді үйдің бос қабырғаларында жаңғырып қалғанда еді. Балалары қалада тұратын. Ұлы Ернар сабырлы, анасына ұқсап кітапқа жақын еді. Қызы Айсезім әкесінің еркесі, бірақ анасына ерекше бауырмал болатын. Екеуі де отбасылы болғанымен, анасының жалғыз қалғанын сезіп жүретін. «Апа, зейнетке шықсаңыз бізге келіңіз, қалада бірге тұрамыз», дейтін қызы телефонмен. «Қой қарағым, менің тамырым осы ауылда. Әкелерінің ізі осы үйде, мектептің қоңағымнан кетпейді», деп күлетін Ботакөз. Сөйтіп жүргенде 40 жылдық еңбек аяқталды. Мектеп ұжымы оны құрметпен шығарып салды. Зал гүлге толды. Әріптестері сөз сөйледі. Шәкірттері алыстан арнайы келді. Бір оқушысы сахнаға шығып: «Апай, сіз бізге тек әдебиетте емес, адам болуды үйреттіңіз», деді. Ботакөз апаның көзінен жас шықты. Сол күні ол үйіне құшақ-құшақ гүлмен оралды. Үй іші бұрынғыдай тыныш. Төрде Әлиханның суреті тұр. Апа гүлдерді үстелге қойып, суретке ұзақ қарады. «Әлихан, бүгін мені шығарып салды. Сен болсаң ғой. Бір бұрышта үнсіз отырып, бәрінен артық қуанар едің», деді сыбырлап. Кешке балалары хабарласты. «Апа, біз ертең жолға шығамыз. Сізді құттықтамай болмайды. Торт аламыз, сыйлық та бар», деді Ернар. «Айналайындар, жол ауыр ғой. Кейін кесеңгер де болады». «Жоқ, апа, сіз біз үшін 40 жыл еңбек еттіңіз. Енді біз сізді қуантуымыз керек», деді Айсезім. Ботакөз апа сол түні ұйықтай алмады. Таңға жуық тұрып үй жинады. Пештің үстіне бауырсақ пісірді. Қазанға ет салды. Балаларының бала күніндегі сүйікті тәттісін дайындады. Үстел басына 3 кесе қойды. Біреуін қайта алып тастады. Күйеуіне арнап қоятын әдеті әлі қалмаған еді. Түске қарай телефон шыр етті. Бейтаныс нөмір. «Сіз Ботакөз Әлихан қызысыз ба?» «Иә, менмін. Сабыр сақтаңыз. Балаларыңыз жол апатына түсті». Сол сәтте апаның қолындағы кесе жерге түсіп күл-парша болды. Аурухана дәлізі суық еді. Адамның жанын емес, сүйегін тоңдыратын суық. Ботакөз апа қалаға қалай жеткенін өзі де білмеді. Көршісі Қайырбек көлікпен алып келді. Жол бойы апа бір ғана сөзді қайталай берді. «Тірі шығар, тірі шығар». Ол ұлының да, қызының да атын толық айтуға қорықты. Адам кейде жамандықты атаса, ол рас болып кететіндей сезінеді ғой. Қабылдау бөлімінің алдында полиция қызметкері тұр екен. Дәрігерлер жүгіріп жүр. Бірі қағаз толтырады,
бірі есік ашып жабады. Ботагөз апа бәрінің көзіне жалтақтап қарайды. Менің балаларым қайда? Ернар, Айсезім, олар қайда? Ешкім бірден жауап бере алмады. Сәлден кейін дәрігер келді. Жүзі шашаңқы, көзінде аяныш бар. Апа, ұлыңыз оқиға орнында көз жұмған. Ботагөз апа бір адым кейін шерінді. Жоқ, ол келем деген. Ол маған торт алам деді. Ол мені құттықтаймын деді. Дәрігер үнсіз тұрды. Адамның жүрегі кейде жылауға да шамасы келмей қалады екен. Ботагөз апа айқайламады. Шашын жұлмады. Тек қабырғаға сүйеніп, төмен сырғып отыра кетті. Ернарым, менің тұңғышым, сен кішкентайында қаламды оң қолыммен ұстай алмай, сол қолыммен жазушы едің ғой. Мен саған ренжімей қайта күлетімін. Қайда кеттің, балам? Оның даусы дәліздің салқын ауасына сіңіп жоғалды. Қызыңыз тірі, деді дәрігер ақырын. Бірақ ес-түссіз жатыр. Жансақтау бөлімінде. Жағдайы ауыр. Сол сөз Ботагөз апаны орнынан тұрғызды. Қызымды көрсетіңіздер, мен оның қасында боламын. Қазір болмайды апа, дәрігерлер қарап жатыр. Мен анамын ғой. Мен есіктің сыртында болса да тұрамын. Сөйтіп, Ботагөз апаның ауруханадағы ұзақ күндері басталды. Айсезім ақ төсекте қимылсыз жатты. Бетінде жарақат ізі, қолында ине, айналасында аппараттардың әлсіз дыбысы. Бұрын күліп жүретін, анасына еркелеп сөйлейтін қызы енді көзін ашпайды. Ботагөз апа әйнектің ар жағынан қарап тұрып, ернін тістеді. Қызым, сен мені естіп тұрсың ба? Мен келдім. Апаң келді. Көзінді ашшы, қарағым. Айсезім үн қатпады. Ернардың жаназасы ауылда өтті. Ботагөз апа ұлын өз қолымен қара жерге тапсырды. Бір ауыл жылады. Шәкірттері келді, әріптестері келді. Бірақ апаның көзі бір ғана жерге қадалды. Қабірдің басындағы жаңа топыраққа. Әкеңнің қасына ерте бардың ғой, балам, деді ол сыбырлап. Бірақ ұзақ отыра алмады. Қызы ауруханада жатыр. Бір баласын жер қойнына тапсырған ана, екінші баласының тынысын күзетуге қайта қалаға кетті. Ол күн сайын ауруханаға таң атпай келетін. Дәрігерлер рұқсат еткенде ғана кіретін. Рұқсат етпесе, есік алдында отыратын. Айсезімнің қолын ұстап. Сен кішкентай кезінде ауырсаң, мен түнімен басыңда отыратымын. Сонда сен көзінді ашып, апа, кетпеші, деуші едің. Міне, мен кетпедім. Енді сен де кетпе, қызым дейтін. Бір апта өтті, 2 апта өтті. Қыздың жағдайы өзгермеді. Дәрігерлер үмітті де, қорқынышты да қатар айтты. Күту керек, апа. Ботагөз апа үшін күту деген сөз ең ауыр жазаға айналды. Ауылдағы үй бос қалды, пеш суыды. Терезе алдында Әлихан отырғызған гүлдер сола бастады. Қорадағы ескі орындыққа шаң қонды. Бір кезде балалардың күлкісі естіліп тұратын аула енді желдің ғана ызыңына толды. Ботагөз апа аурухананың жанындағы арзан пәтерде тұрды. Күнде таңғы 6-да оянады. Шайды әрең ішеді. Сөмкесіне қызының таза орамалын, суын, кішкентай дұға кітабын салып ауруханаға барады. Бұрын ол мектепке осылай асығатын. Қолында журнал, сөмкесінде дәптер, жүрегінде сабақ жоспары болатын. Енді қолында дәрігердің қағаздары, жүрегінде қорқыныш. Аурухананың күзетшісі де оны танып алған. Апа, тағы ерте келдіңіз бе? Қызым жағы жатпасын, балам. Күзетші басын изеп есікті ашатын. Айсезім комада жатқанына 20 күн болды. Ботагөз апа оның шашын ақырын сипайды. Ернін суландырады, саусақтарын уқалайды. Қызы ештеңе сезбейтіндей көрінгенімен, апа бәрібір сөйлей береді. Бүгін ауылдан Гүлмира апай хабарласты. Ботагөз, сабыр ет дейді. Сабыр деген оңай сөз ғой, қызым. Бірақ ана жүрегіне сабыр қайдан келсін?
Кейде ол қызына мектептегі қызықтарды айтып беретін. Есіңде ме, сен 5-ші сыныпта менің сабағыма кіріп алып, соңғы партада отырып едің. Үзісте. Апа, сен үйде жай сөйлейсің, мектепте қатты сөйлейді екенсің, деп күлгенсің. Апа сол естелікті айтып отырып, өзі де күлімсірегендей болады. Бірақ күлкісі көз жасына айналып кетеді. Бір күні дәрігер: апа, көт сөйлеңіз. Жақын адамның даусы кейде көмектеседі, деді. Содан кейін Ботакөз апа қызына күн сайын кітап оқи бастады. Абайдың қара сөздерін оқыды, Мұқағалидың өлеңдерін оқыды. Өзі 40 жыл оқытқан әдебиет енді өзіне сүйеу болды. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, деп оқып отырып, апа қызының кірпігі қимылдағандай көрерді. Қызым, Айсезім, естідің бе? Бірақ ол қайта тыныш қалды. Ботакөз апа үмітін үзбеді. Осы аралықта туыстардың да шынайы жүзі көрінді. Алғашқы күндері бәрі телефон соқты. Қажет болса айтыңыз, деді. Бірақ уақыт өткен сайын қоңыраулар азайды. Әркімнің өз тіршілігі бар. Әркім өз үйіне, өз дастарханына, өз төсегіне оралды. Ал Ботакөз апаның оралатын жері жоқ та еді. Бір күні кешке аурухана дәлізінде жалғыз отырғанда Ернардың әйелі келді. Көзі қызарып кеткен. Апа, мен балаларды алып ауылға бара алмаймын. Өзім де не істерімді білмеймін. Ботакөз апа оның қолынан ұстады. Сен жассың, қарағым. Немерелеріңді аман сақта. Ернардың көзі солар. Келіні жылап жіберді. Ернар сізді қатты жақсы көретін. Жолда келе жатықта анам жалғыз қалмасын деп айтыпты. Осы сөз апаның жүрегін тағы тілгілеп өтті. Ернар анасына келе жатып кеткен. Қуанышқа келе жатып қаза тапқан. Зейнетке шыққан күнін құттықтаймын деген сапары соңғы сапарға айналған. Ботакөз апа сол түні қызының төсегінің жанында отырып, алғаш рет қатты сыбырлады. Құдайым, біреуін алдың, екіншісін қалдыршы. Мен көтер алмаймын. Мен анамын ғой. Бір ай толуға 3 күн қалғанда Айсезімнің саусағы әлсіз қимылдады. Ботакөз апа алғашында сенбей қалды. Қолын қайта ұстап еді. Қызының саусағы тағы білінер-білінбес қозғалды. Дәрігер шақырыңдар. Қызым қозғалды. Жансақтау бөлімінде абыр-сабыр басталды. Дәрігерлер келді. Аппараттарды тексерді. Бірі жарық түсірді, бірі атын атап шақырды. Айсезім, естіп тұрсыз ба? Қыздың кірпіді дір етті. Ботакөз апа екі қолын кеудесіне қойып үнсіз жылады. Бұл қуаныштың даусы жоқ еді, тек жүректің ішінен шыққан шүкіршілік болатын. Бірақ Айсезім көзін ашқан жоқ. Дәрігер: бұл жақсы белгі, бірақ толық ес жиюі уақыт алады, деді. Апа үшін уақыт енді бұрынғыдай қорқынышты емес еді, өйткені үміт тірілген. Сол күні ол қызына ұзақ сөйледі. Сен мықтысың, қызым. Сен әкеңнің еркесі едің. Әкең де сені тастамайды. Ағаң да сені қорғайды. Тек сен оралшы. Бір ай дегенде Айсезім көзін ашты. Алғаш көргені анасының жүзі болды. Әбден жүдеп кеткен, шашына ақ түскен, көзінің айналасы қарайған анасы. Қыздың ерні әрең қимылдады. Апа? Ботакөз апа еңкейіп маңдайынан сүйді. Жаным, тірегім, ояндың ба? Айсезім айналасына түсінбей қарады. Көзінде қорқыныш бар. Ернар аға қайда? Ботакөз апаның демі тоқтап қалғандай болды. Ол бұл сұрақтан қорқып жүрген. Күн сайын іштей дайындалған. Бірақ дайынмын деген жүректе дән сол сәтте быт-шыт болады екен. Қызым, сен қазір әлсізсің. Кейін сөйлесеміз. Апа, аға қайда? Ол көлікте болған. Ботакөз апа қызының қолын қысып ұстады. Көзінен жас тамып кетті. Айсезім бәрін түсінді. Жоқ, аға, деді ол әлсіз дауыспен. Оның көзінен жас ақты, бірақ денесі қозғалуға келмеді. Айқайлауға шамасы жоқ.
Адамның ең ауыр жылауы дыбыссыз жылау екен. Ботакөз апа қызының басын сипап отырды. Жылама деуге аузым бармайды, қызым. Мен де жылап жүрмін. Бірақ сен тірісің, сен өмір сүруің керек. Ағаңның артында балалары бар, сенің де өмірің бар. Айсезім көзін жұмды. Біз сізді қуантамыз деп шыққанбыз. Білемін, қарағым, білемін. Осы сөз екеуін де өртеді. Сол күннен кейін Айсезімнің емделуі басталды. Денесі әлсіз, аяқ-қолы ауыр, басы жиі ауырады. Кейде өткенде есіне түсіре алмай қиналды, кейде есіне түсіп жылап кетеді. Ботакөз апа оның жанынан бір елі шықпады. Қызы ұйықтаса, апа орындықта қалғып отырады. Қызы оянса, су береді. Дәрігер келсе, бәрін жазып алады. Бір күні Айсезім анасына ұзақ қарап, «Апа, сіз қартайып кетіпсіз», деді. Ботакөз апа күлімсіреген болды. 40 жыл сабақ бердім ғой, қызым. Енді сенің қасында тағы бір өмір оқып жатырмын. Қандай өмір? Сабырдың өмірін, жалғыздықтың өмірін, ананың өмірін. Айсезім ауруханадан шыққанда күз еді. Қала көшелерінде сары жапырақтар ұшып жүрді. Адамдар асығыс. Бірі жұмысқа, бірі дүкенге, бірі баласын жетектеп барады. Әркімнің өз уайымы бар. Бірақ Ботакөз апаға дүниедегі ең үлкен оқиға қызының тірі шығуы еді. Айсезім әлі әлсіз болатын, ұзақ жүре алмайды. Дәрігерлер күтім керек деді. Қаладағы пәтеріне баруға қорықты. Өйткені сол үйде Ернар жиі келетін. Есіктен кіріп, «Қарындас, шай бар ма?» деп әзілдейтін. Енді ол дауыс жоқ. «Апа, ауылға барайықшы», деді Айсезім. Ботакөз апа үндемей қалды. Ауылдағы үйде жаралы еді. Әлиханның суреті, Ернардың бала күнгі заттары, бос бөлмелер. Бірақ туған үйдің қабырғасы бөтен жерден жылы ғой. «Барайық, қызым». Олар ауылға қайтты. Үйдің есігін ашқанда Ботакөз апа бір сәт табалдырықта тұрып қалды. Іштен ескі иіс шықты. Кітаптың, ағаштың, сағыныштың иісі. Төрде Әлиханның суреті. Қасында Ернардың қаралы лентасы бар суреті қойылған. Айсезім сол суретті көріп, тізесі бүгіліп кетті. «Аға». Ботакөз апа оны құшақтап алды. «Қызым, біз жыламасақ тас болып кетеміз. Жыла, бірақ өмірден қол үзбе». Ауыл адамдары келіп көңіл айтты. Бірі сорпа әкелді, бірі нан жапты, бірі үй жинауға көмектесті. Бірақ кеш түсіп бәрі кеткенде үй қайтадан тынышталып қалды. Ботакөз апа сол тыныштықтан қорқатын болды. Бұрын жалғыздықты білмепті. Күйеуі барда үйдің іші дем алып тұратын. Балалары телефон соққанда көңілі орнына түсетін. Мектепке барғанда өзін қажет сезінетін. Енді Зейнетте, енді ұлы жоқ, қызы жаралы. Күйеуі қабірде. 40 жыл бойы өзгелердің баласына жол көрсеткен ұстаз өз өмірінің соңғы тарауында қайда барарын білмей қалды. Кешке Айсезім ұйықтап кеткен соң, Ботакөз апа пештің жанында отырды. Қолында ескі дәптер. Бұл оны мұғалім кезіндегі жазбалары еді. Бір бетінде адамды ұстап тұратын нәрсе үміт деп жазылыпты. Апа осы сөйлемге ұзақ қарады. «Үміт, сен қайдасың?» деді ақырын. Сыртта жел соқты, терезе сықырлады. Апа орнынан тұрып, қызы жатқан бөлмеге кірді. Айсезім тыныш ұйықтап жатыр. Ботакөз оның үстін қымтап, маңдайынан сүйді. «Мен сен үшін өмір сүремін, қызым. Сен мен үшін емес, мен сен үшін». Сол түні Ботакөз апа алғаш рет зейнеткерлік өмірінің оңай болмайтынын түсінді. Қыс ерте түсті. Ауыл ақ көрпеге оранды. Мектептің ауласынан балалардың даусы естілген сайын Ботакөз апаның жүрегі елжірейтін. Бұрын дәл осы уақытта ол сабаққа дайындалып сыныпқа кіретін. Балалар орындарынан тұрып, «Сәлеметсіз бе апай?» дейтін. Енді ол терезеден ғана қарайды.
Бір күні мектеп директоры келді. Апай, сіз мектеп босап қалғандай, балалар да сұрайды. Келіп тұрмыз. Ботагөз апа шай құйып отырып әлсіз жымиды. Мен енді бұрынғыдай емеспін, қарағым. Сіз бізге әлі керексіз. Осы сөз апаның кеудесіне жылы тиді. Бірақ ол бірден жауап бермеді. Өйткені керексіз деген сөзді көптен бері естімеген еді. Айсезім ақырындап қалпына келе бастады. Бірақ жан жарасы жазылмады. Кей түндері шошып оянады. Апа, тежегіштің даусы құлағымнан кетпейді. Ботагөз апа оны құшақтап отырады. Өтеді, қызым. Бәрі бірден өтпейді. Бірақ адам тірі болса, жүрек бір күні тынышталады. Ал сіздің жүрегіңіз тынышталды ма? Апа жауап бере алмады. Өйткені оның жүрегі тынышталмаған, тек шыдап жүрген. Көктемде қарай Айсезім қалаға қайтуға шешім қабылдады. Емі жалғасуы керек. Жұмысына да біртіндеп оралуы қажет болды. Апа, мен сізді бірге алып кетейін. Жоқ, қызым. Сен өз өміріңді қайта баста. Мен ауылдамын. Сіз жалғыз қаласыз ғой. Ботагөз апа терезеге қарады. Аулада Әлихан еккен алма ағашы тұр. Мен жалғыз емеспін. Мына үйде әкеңнің ізі бар. Ағаңның күлкісі бар. Сенің балалық шағың бар. Айсезім жылап жіберді. Апа, мен сізді тастап бара жатқандаймын. Жоқ, қарағым. Сен мені тастамайсың. Сен тірі жүрсең, менің үмітім тірі. Қызы қалаға кеткен күні Ботагөз апа үйді ұзақ жинады. Бәрін реттеді. Сосын кешке төрге отырып 3 суретке қарады. Әлихан, Ернар, Айсезімнің бала күнгі фотосы. Үй іші тым-тыныш еді. Сол тыныштықта сағаттың тықылы анық естілді. Әр тықыл апаға уақыт өтіп жатыр деп тұрғандай. Жалғыздық адамға бірден келмейді екен. Алдымен ол кешкі шайда бос тұрған кеседен басталады. Сосын есік ашылмаған күндер көбейеді. Кейін телефон сирек шырылдайды. Ақырында адам өз дауысын өзі есту үшін дауыстап сөйлей бастайды. Ботагөз апа да сол күйге түсті. Таңертең тұрады. Пеш жағады, шай қояды. 2 тілім нан кеседі. Біреуін жемей қайта орнына салады. Әдет. Кейде Ернар кіріп келетіндей көрінеді. Апа, бауырсақ бар ма деп. Апа селк етіп есікке қарайды. Бірақ есік жабық. Айсезім күнде хабарласуға тырысты. Бірақ қала тіршілігі ауыр. Емі, жұмысы, өз жарасы бар. Кейде 2 күн хабар болмай қалса, Ботагөз апа телефонды қолынан тастамайды. Мүмкін ұмытып кеткен шығар, мүмкін ауырып қалған шығар, мүмкін. Сосын өзі ұялып қалады. Қой, Ботагөз, балаңның жанын қинама, ол да тірі қалу үшін күресіп жүр. Бір күні мектептен 2 оқушы келді, қолдарында дәптер. Апай, шығарма жазуға көмектесесіз бе? Мұғалім сізге барыңдар деді. Ботагөз апаның жүзі жарқ ете қалды. Келіңдер, айналайындар. Қандай тақырып? Ана тілі жүрегіні. Апа көзіндірігін тағып үстел басына отырды. Балаларға сөйлем құрауды, ойды жинақтауды түсіндірді. 1 сағаттан кейін үйдің іші қайтадан тіріліп кеткендей болды. Оқушылар кеткен соң апа көпке дейін есік алдында тұрды. Сол күннен бастап ауыл балалары оған келе бастады. Бірі шығарма жаздырады, бірі өлең жаттайды, бірі емтиханға дайындалады. Ботагөз апа ақы алмады. Мен 40 жыл жалақы алдым. Енді баталарым жетеді дейтін. Бірақ кешке бәрібір жалғыздық оралатын. Бір күні ол Ернардың ескі дәптерлерін ақтарды. Бастауыш сыныптағы жазуы, присық әріптер. Бір бетінде менің анам мұғалім, мен анамды жақсы көремін деп жазылған. Ботагөз апа дәптерді кеудесіне басып ұзақ жылады. Балам, сенің анаң әлі осында.
бірақ сен жоқсың. Көктемде Айсезім ауылға келді, бірақ бұрынғыдай емес. Жүзі солғын, қимылы баяу. Көзінде ерте есейген адамның мұңы бар. Апа, мен түс көрдім, деді ол бір кеште. Қандай түс? Ағам келіпті. Анамды жалғыз қалдырма, дейді. Ботагөз апа үнсіз қалды. Апа, қалаға жүріңізші, мен қорқамын. Сіздің мына үйде жалғыз отырғаныңызды ойласам, жүрегім ауырады. Қызым, сенің өз жолың бар. Менің жолымда сіз болуыңыз керек. Бұл сөз апаны ойландырды. Ол түнімен ұйықтамады. Әлиханның суретіне қарады. Мен кетсем, сен ренжімейсің бе? Мына үйді кім қарайды? Алма ағашың ше? Сурет үнсіз. Таңға жақын апа шешім қабылдады. Қалаға уақытша барып көруге келісті. Қаладағы өмір оған ауыр тиді. Биік үйлер, тар пәтер, лифтінің дыбысы, көршілердің асығыстығы. Ешкімге сәлем бермейді. Ауылдағыдай Ботагөз апай деп есік қағатын бала жоқ. Айсезім жұмысқа кеткенде апа терезе алдында отырады. Төменде көліктер ағылып жатыр. Адам көп, бірақ бәрі бөтен. Бір күні ол ауладағы орындықта отырған екі әйелдің қасына барды. Сәлеметсіздер ме? Әйелдер басын изеді де телефондарына қайта үңілді. Ботагөз апа өзін артық адамдай сезінді. Кешке қызы келді. Апа, қалайсыз? Жақсымын, қарағым. Бірақ ол жақсы емес еді. Адам кейде баласының қасында отырып та жалғыз болады екен. Өйткені жалғыздық мекенге емес, жүректегі бос орынға байланысты. Бір айдан кейін Ботагөз ауылға қайтқысы келді. Қызым, менің тынысым тарылып жүр, ренжіме, мен ауылға барайын. Айсезім анасының қолын ұстап ұзақ отырды. Сізді ұстап қалуға хақым жоқ шығар, бірақ жиі келіп тұрамын. Сен аман болсаң болды. Ауылға қайтқан күні Ботагөз апа үйінің табалдырығын сүйіп кірді. Көзінен жас ақты. Мен келдім, Әлихан, мен әлі кетпеппін. Жылдар өте берді. Ботагөз апаның шашы аппақ болды. Белі бүгіліп, көзі бұрынғыдай анық көрмейтін болды. Бірақ даусы әлі жұмсақ, сөзі әлі салмақты еді. Ауыл балалары оны Ботагөз әже дейтін болды. Мектепте жыл сайын ұстаздар күніне шақырады. Ол әдемі орамалын тағып, ескі костюмін киіп барады. Залға кіргенде жұрт қол соғады. Біздің ардақты ұстазымыз, 40 жылын білімге арнаған Ботагөз Әлихан қызы. Апа орнынан әрең тұрады. Микрофонға жақындап, балаларым, адам өмірінде атақ та, байлық та өтеді. Қалатыны жасаған жақсылығың. Бір-бірінді тірі кезде қадірлеңдер, дейді. Осы сөзді айтқанда даусы дірілдеп деді. Өйткені ол қадірдің не екенін кеш түсінген жоқ. Бірақ жоғалтудың не екенін тым ауыр білді. Айсезім жиі келуге тырысты. Анасына азық-түлік әкеледі, дәрісін алып береді, үйін реттейді. Бірақ әр кеткен сайын Ботагөз апаның көзі жолда қалады. Тағы қашан келесің? Келесі айда, апа. Жарайды, қарағым. Жолда абай бол. Жолда абай бол деген сөз апаның аузынан күн сайын дұға болып шығатын. Өйткені жол оның бір баласын алып кеткен. Бір күні Айсезім анасына, апа, мен сіз туралы кітап жазғым келеді, деді. Менің өмірімде не бар дейсің, қызым? Бәрі бар. Ұстаздық бар, махаббат бар, қайғы бар, шыдам бар. Ботагөз апа жымиып қойды. Онда шын жаз. Мені мықты қылып көрсетпе. Мен де талай рет сындым. Талай рет түнде неге мен деп жыладым. Бірақ таң атқанда тұру керек болды. Неге? Өйткені тірі адам тіршілігін тоқтатса, өлгендердің аманатына қиянат. Айсезім анасының осы сөзін дәптеріне жазып алды. Ботагөз апа 80-ге келген жылы ауыл мектебі оның құрметіне әдеби кеш өткізді.
Зал толы адам. Бұрынғы шәкірттері жан-жақтан келді. Бірі немересін ертіп келген, бірі гүл ұстаған, бірі көз жасын сүртіп отыр. Сахнада үлкен әріппен «Ұстаз жолы, ұлы жол» деп жазылып тұрды. Ботакөз апа бірінші қатарда отырды. Қасында Айсезім. Қызы анасының қолын жібермей ұстап алған. Кеш соңында апаны сахнаға шақырды. Ол баяу көтерілді. Зал тып-тыныш болды. «Мен 40 жыл бала оқыттым», деді апа. «Бірақ өмір мені одан да ұзақ оқытты. Мен шәкірттеріме әдебиеттен сабақ бердім. Ал тағдыр маған сабырдан сабақ берді. Мен балаларға сөздің қадірін үйреттім. Ал жалғыздық маған үнсіздіктің салмағын үйретті». Залда отырғандар көз жасын тыя алмады. Менің ұлым мені зейнетке шыққаныммен құттықтауға келе жатып жолда қалды. Қызым 1 ай бойы өмір мен өлімнің арасында жатты. Күйеуім ертерек кетті. Сонда мен неге тірі қалдым деп көп ойладым. Кейін түсіндім. Адам кейде өзі үшін емес, біреуге керек болу үшін өмір сүреді екен. Мен балаларға керек болдым. Қызыма керек болдым. Немерелеріме керек болдым. Осы ауылға керек болдым. Айсезім жылап отырды. Ботакөз апа залға қарады. Қанша таныш жүз, қанша тағдыр, қанша жүрек. Қартайғанда адамға көп нәрсе керек емес. Бір жылы сөз, бір иісік қағу, бір қалайсыз деген сұрақ жеткілікті. Әкем мен шешелеріңді тірі кезде іздеңдер. Қарт адамның ең үлкен қорқынышы өлім емес, ұмыт қалу. Ол микрофоннан алыстап 1 сәт үнсіз тұрды. Мен жалғыз қалдым деп ойлайтынмын. Бірақ бүгін қарасам, менің жалғыз емес екенімді шәкірттерім дәлелдеп тұр. Зал орнынан тұрып қол соқты. Сол кештен кейін Ботакөз апа үйіне оралды. Айсезім пешке от жақты. Үй іші жылынды. Төрде Әлихан мен Ернардың суреті тұр. Апа суреттерге қарап: «Көрдіңдер ме? Мен жылап жүріп те өмір сүрдім. Құлап жүріп те тұрдым. Сендер кеткенмен, мен сендерді ұмытқан жоқпын», деді. Сосын қызына бұрылды. «Айсезім, мен кетсем, мына үйді сатпа. Бұл үйде біздің күлкіміз де, көз жасымыз да қалды». «Сатпаймын, апа. Ал менің дәпкерлерімді сақта. Мүмкін бір бала оқыр. Мүмкін біреу анасының қадірін түсінер». Айсезім анасының иығына басын қойды. «Апа, сіз менің ең үлкен кітабымсыз». Ботакөз апа қызының шашын сипады. Бір кезде өзі әлдилеген қыз енді өзіне сүйеу болып отыр. Сыртта түн тыныш еді. Ауыл ұйқыға кеткен. Бірақ Ботакөз апаның үйінде бір жарық сөнбей тұрды. Ол жарық 40 жылдық еңбектің, аналық жүректің, жоғалтса да мейірімін жоғалтпаған жанның жарығы еді. Құрметті оқырман, ата-анаңыз тірі болса, бүгін хабарласыңыз. Бір ауыз жолы сөз қарт жүректі қайта тірілтуі мүмкін. Сіз Ботакөз апаның орнында болсаңыз, осындай тағдырды көтере алар ма едіңіз?